Құстардың тұмсығы неге тесілген? Сүлеймен патшаның Зухра атты сұлу әйелі болыпты. Бір күні ол Сүлейменге: «Мені сүйсең, құстың сүйегінен үлкен сарай соғып бер, сол сарайда тұрғым келеді» деп назданады. Нақсүйерінің көңілін қимаған патша күллі құсты ордасына жинайды. Олардың аяқтарын тұсап, тұмсықтарын тесіп, сымға тізген соң: «Бүгін түс көрдім, түсімде ғажап сарай көрдім. Жебірейіл досым, бұл құс сүйек деген сарай кілең құстың сүйегінен салынған» деді. Сол сарайға аңсарым әбден ауды. «Сендердің сүйектеріңнен сондай сарай тұрғызсам деген қалауым бар» деді. Құс біткен басын иіп: «Патша ием, әжетіңізге жарасақ, жанымызды алыңыз, сарайыңызды салыңыз. Біздің сүйек сіздің жолға садаққа» дейді. Сол кезде бөдене бытпылдап: «Арамызда байғыз жоқ» дейді. Қараса, байғыз келмепті. Сүлеймен қаһарланып: «Қаршыға, байғызды дереу дәргейіме жеткіз» деп бұйырады. Қаршыға байғызды алып келеді. Патша оған: «Шақырғанда неге келмейсің?» деп ақырады. Байғыз басын шайқап: «Тақсыр, ой үстінде отырып, әміріңізді естімей қалдым» дейді. Патшаның әмірінен күшті қандай ой? Дүниеде жазық көп пе, төбе көп пе, соны санап ойланып отырғанмын. Әрине жазық көп, сол да сұрақ болып па? Жоқ, патшам, мен санасам дүниеде төбе көп екен. Қалайша төбе көп? Тақсыр, мен өлген адамның моласында қосып санадым. Әрбір адам өлген соң бір төбеге айналады екен» дейді. Сүлеймен сөзден тосылып: «Тағы не санадың?» дейді. «Дүниеде тірі көп пе, өлі көп пе, соны да санадым, тақсыр». «Әрине тірі көп». «Жоқ, тақсыр, қанша санасам да өліден тірінің саны аспады». «Қалайша?» «Мен күн шыққанша ұйықтайтын адамдарды да өліге қостым» дейді байғыз. Сүлеймен бұл жолда сөзден тосылды. «Тағы нең бар санаған?» дейді. «Дүниеде еркек көп пе, әйел көп пе, соны да санадым». «Иә, кімдер көп екен?» «Әйел көп». «Қалайша?» «Әйелінің тілін алатын еркектерді де мен әйел санатына қостым» дейді байғыз. Сөз төркінін түсінген патша қателігін түсініп, құстарды босатады. Осылайша байғыздың арқасында құстар аман қалыпты. Құстардың аяғындағы тұсауды шешіп жатқанда, тірі қалғанына қуанған торғай мен ұзақ тағатсызданып ұшып кетіпті. Аяғына байланған тұсаулары толық шешілмей, олар әлі күнге дейін секеңдеп жүреді екен. Құстарды сымға тізгенде, олардың тұмсығында тесік қалыпты. Байғыздың тұмсығы сымға тізілмегесін бітеу қалпында кетіпті.